Лаваштан бұл тағамды өзім бірінші рет жасап көрдім. Өте дәмді болып шығады екен, және де тез арада дайын болатын тағамдардың бірі. Алдымен етімізді майымызға жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Одан соң пиязымызды салып, тағы да қақпағын жауып, шамамен 5-10 минут аралығында қуырамыз. Келесі кезекте сәбіз, қызанақ, дәмдеуіштер, паприка және де дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, шамамен 15 минут аралығында тағы да қуырамыз. Одан соң салқын су құямыз. Суды аса қатты көп құюдың қажеті жоқ, және де баяу отта етіміз піскенге дейін қайнатамыз. Одан соң картошкамызды саламыз. Картошкамыз піскенше баяу отта бұқтырып қоямыз. Бізге осындай лаваш қажет болады. Лавашты осындай кішкентай дөңгелек формада кесіп дайындап аламыз. Дайын болған лаваштарды ыңғайлы ыдысымызға салып, жаңағы дайын болған етімізді ортасына салып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады екен. Және де уақыттарыңызды да үнемдейсіздер. Өте оңай әрі тез арада дайын болады. Түскі асқа не болмаса кешкі асқа міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Өзімнің отбасыма қатты ұнады. Баршаларыңызға ас болсын.